Қуыс кеуде кітабының жалғасы 205 бетке келдік. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді аудио кітап нұсқаларын, аудио кітаптарды, жалпы қазақ тілді арнасын қолдау мақсатында арнаға жазылып тарата жүріңіздер. Бұл да сауапты іс болып табылады. Сонымен қатар белсенділік танытып, лүпілдетіп, пікір қалдырып, арнаның дамуына үлес қоссаңыздар, біздің шабытымызды шыңдайсыздар. Сонымен қатар Алла тағаладан баршамызға ілім білімді жан дүниемізге, жан сарайымызға тезірек орнауын, жан құлағымызбен тыңдауымызды, түсінуімізді, бойымыздағы қуыс кеудемізді құндылықпен толтыруды тілеймін. Ал кеттік 205 бет, нашар альтернатива. Соңғы парақтар қалды ғой енді. Кісі баласы қуыс кеуде дертіне ұрынған соң жаны жай таппай аласұрып кетеді. Кейбірінің мінезі күрт нашарлап, дау шараға шатылғыш келеді. Енді бірі айрандай ұйып отырған отбасынан айырылып қалады. Бұл қауіпті құбылыс қазақ қоғамында ерекше асқынып тұр. Шамамыз жеткенше оның негізгі объективті себептерін сараптап шықтық. Ғасырлар сүзгісінен өткен тарихи, әдеби, мәдени, рухани құндылықтарынан махрұм қалған соң, пенде бойындағы энергиясын қайда жұмсарын білмей дал болады. Осы орайда Виктор Франклдың мына бір тұжырымын есіңізге саламыз. Жануар не үшін өзіне қол жұмсамайды? Себебі оның тіршілік драйвері инстинкт. Өмір үшін күресті инстинкт автомат түрде іске қосады. Адамда басқаша. Оған өмірдің бағалы тұсын киелі салды мен дәстүрі көрсетіп тұратын. Біздің ғасырда модерн адам нигилизмге ұрынып, салт дәстүрден ажырап қалды. Ал инстинкт оған өмірдің мәнін көрсетпейді. Өмірдің мәні тұрмақ, күнделікті тірлікте өзінің не қалап тұрғанын ұқпайды. Сосын амал жоқ, тобыр не қаласа, ол да соны қалап жүре береді. Немесе басқалар нені қаласа, соны қарсылықсыз істей береді. Батыстағы конформизм мен шығыстағы тоталитаризм осылай пайда болады. Ғалымның осы пайымына қосылмасқа шараңыз жоқ. 20 ғасырдың ең қауіпті жылдарын бастан кешкен қазақтың ұлы арыстары ерте өлсін, кеш өлсін, ғибратты ғұмырды уыстан шығармаған. Түрменің тозағына түссе де Алланың рахметінен үміт үзіп өзіне қол салмайтын. Себебі бойына сіңірген қазақтың бүкіл рухани құндылығы оларға мағыналы өмірдің бағыты мен бағдарын айқындап беріп тұрады. Бұл нығметтен ажыраған буын кез келген сынаққа сынғыш, боркемік әлжуаз келеді. Бұл буын қуыс кеуденің кесірінен туындайтын психологиялық кеселдер жайында мүлдем бейхабар десе де болады. Рухани құндылықтан ажырап, 19 ғасырдың орта шенінде Құдай өлді деп жар салған Европа жұрты оның зардабын 20 ғасырда оңбай шекті. Шеккені сол 20 ғасырдың бірінші жартысында екі бірдей дүниежүзілік соғыстың отын жақты. Оның артынша 1960 жылдары сексуалды революцияны бастан кешті. Осындай жағымсыз оқиғалар Европада экзистенциализм деген жаңа ғылым туғызды. Одан келіп өмірдің мәнін алаңсыз іздеуге ден қоятын логотерапия деген психоанализдің тағы бір мектебі өсіп шықты. Осы мектеп өкілдері қуыс кеуде дертіне экзистенциялық вакуум деген академиялық жаңа атау берді. Біздің жұрт мұндай ғалымдардан бейхабар болғасын, үңірейген кеудесін қандай құндылықпен толтырарын білмей дал болады. Бұл саланың мамандары әуелде нашар альтернатива деген термин қолданған. Яғни, баянды құндылық табалмаған пенделер көкірегін баянсыз қызықпен уақытша болсын толтыруға тырысатын. Бірақ олар баянсыз ғана емес, болмыс үшінде қауіпті де. Біріншісі, есірткіге ұрыну. Оның алды аса қауіпті. Героинге барып тірелсе, ең төменінде темекі мен героин дегенді героин деп түсіндім енді. Героинға барып тірелсе, ең төменінде темекі мен насыбай тұрады. Орта шенінде мас қылатын ішімдіктің барлық түрі бар.
Екіншісі ойын-сауық. Уақытында есейген сана жасы 15-тен асқан соң ойын-сауықтан алшақтай бастайды. 25-тен асқан соң жеңіл әзіл қалжың мен мағынасыз қыдырудан тыйылады. 30-ында өмірдің ең негізгі сұрақтарымен бетпе-бет келуден қорықпайды. Қазақтағы болар елдің баласы 15-інде баспын дер, тозар елдің баласы 30-ында жаспын дер деген тәмсіл осыдан шыққан. Ал санасы дер кезінде есеймесе, қартайғанша құмар ойынның соңында жүреді. Үшіншісі жұмысқа жұтылу, трудоголик. Бұған көбіне мән таппаса да мал табуды қатыратын профессионал пысықтар ұрынады. Үйіне барса кеудесіндегі үңірейген бостықтан азап шегеді. Осыны ұмыту үшін бірнеше фирмаға жалданып, күндіз-түні сенбі жексенбі тоқтаусыз жұмыс істей береді. Бір күн демалса жексенбілік невроз жүйкесін жұқартады. Байқасаңыз, мұндай тифтер дүйсенбі күні жұмысқа түскен кезде 2 күн демалысты әрең өткіздім. Жұмысқа кеп жаным қалды. Үйге сыймай кеттім. Дүйсенбінің таңы атпай кетті деп шағымданады. Отбасында мағына бар кісілер керісінше сенбі, жексенбінің зу ете қалғанын айтып ренжіп отырады. Төртіншісі 21 ғасырда пайда болған саяхаттау қызығы. Бір қарағанда әлемді шарлап, тарихи мекендерді тамашалап, таным көкжиегін кеңейтіп, мәдени бір қан алмастырып қайтқан сияқты көрінеді. Бірақ мұндай нығмет тарихи білімі бар, мәдениет ғылымынан хабардар, сауатты мамандарға ғана нәсіп болады. Саяхаттан шаршамайтын туристердің дені көкірегіндегі бостықты уақытша болсын ұмыту үшін қыдырып, қаңғып жүреді. Қазір біздің елде де қолына болмашы ақша түссе, шетелге қыдыруға дайын тұратын типтер көбейді. Бұл қыдырудың дені тойып, тамақ ішіп, қонақ үйде өлгенше ұйықтап, теңіз жағасында мақтанып фотоға түсіп, оларды әлеуметтік желіге жүктеуден тұрады. Мұндай адамдардың тарихи мәдени танымы 1 миллиграммға да кеңеймейді. Ал олардың таныстары мен туыстары саяхатшының ішіп жемнен тұратын мағынасыз мақтаншақ әңгімесінен мезі боп кеткен. Өзін жоғалту. Мұндай вакуумге құлаған типтің мынадай белгілері болады. Мысалы, құндылыққа қанып өскен бұрынғының қазағы арман мақсатқа қиялға тоймайтын. Оның қиялының ұшқырлығы сондай тіршіліктің бір кетігіне кірпіш болып қаланғанша неше түрлі өнерді серік етіп, қайдағы жоқты қиялдап жүретін. Ғылымда тәңірлік бейім деген ұғым бар. Яғни, жаратушы құдірет әр пендесін бір өнерге бейім қылып жаратады. Өнердің түр-түріне құмар болған бозбала өсе келе тәңірлік бейімін қиналмай тауып алады. Қосымша өнері артық олжа. Ұлттық құндылықтан махрұм қалған қазіргі қазақ баласы жасы 35-ке келсе де өмірден кетігін таба алмай қиналып жүреді. Әу баста осы мамандықта ақша көп деген тар түсінікпен түсіп кеткен оқуы мен сүймейтін кәсібі оны жалықтырып жібереді. Одан бөлек тарихи тізбегінен үзілген тип ту сыртында тұрған өзінің тарихи фонын көре алмайды. Оның зияны не? Әдетте бұлай. Адам қартайғанда алдынан шығатын қайырлы іске қарай батыл қадам жасау үшін оның расымен де қайырлы іс екенін ақылымен айырып тұру керек. Яғни, мыңдаған жылдар бойы тарихтың тезіне түсіп, әбден шыңдалып, мейлінше сүзіліп, өзін өміршең құндылық ретінде дәлелдей алған мақсат пен мұратты ата-бабаңның жүріп өткен тарихи тізбегін сүзіп аласың. Тарихи жадынан айырылып қалған отар елдердің оянуы қиын болатыны осыдан. Олар өткеннің тарихын білмегесін, келешегі үшін ненің баянды боларын дер кезінде айыра алмай, бір күндік ішіп жемнің қызығынан шыға алмай қалады. Бізде отар болған елміз. Ресей империясы мен Совет үкіметі біздің тарихи тізбекті үзу үшін орасан күш жұмсады. Бір ғана факты, қазақтың көне тарихын қозғап қалған Ермұхан Бекмаханов 1952 жылы 25 жылға сотталып кетті. Одан бөлек СССР кезінде тарихпен шұғылданған мамандардың 95% ғылыми еңбектерін КПСС тарихынан қорғаған.
Әлеуметтік желіде біз қазақ еліктегіш халықпыз деген пайымсыз пікір жиі айтылады. Қазақ әуелден олай емес. Тарихи жадын Сталин репрессиясы өшірмей тұрғанда алаш арыстары керісінше біреуді өзіне еліктететін күші бар еді. Өзінің тарихтағы орны мен беделін танымайтын кез келген тип әмәнда өзін қорсынып басқаның болмысына елітіп тұрады. Бірақ бұл да шешім емес. Себебі экзистенциялық философия бойынша ғаламда әрбір адам қайталанбас жеке индивид. Ол өзінің даралығын жойған кезде болмыс ретінде өледі. Біреудің бұлыңғыр ксерокопиясын қайталаған нашар типтің қоғамда құны болмайды. Ондай типтер өзі мықты боп тұрса да бөтенге жарамсақтанып, жағымпаздықпен күн көргенді қалап тұрады. Жалпы тарихи фонның біз үшін қаншалықты маңызы барын алаш арыстарына қарап бағамдаймыз. Қазіргі буын біз қандай ел болуымыз керек, кімді үлгі тұтамыз, мемлекеттің ең салауатты үлгісін ұсынған қазақ қайраткерлері бар ма, қай дәуірді табан тірейтін мызғымас нүктеміз деп білеміз деген сұрақтармен басы қатып жүр. Осы кезде бізді діни фанатизмге ұрынып, ұраншыл ұлт болудан қорғап тұрған бір фактор бар. Ол Әлихан мен Ахмет бастаған алаш арыстарының қалың шоғыры. Олардың европалық үлгідегі фотолары, әйелдері мен қыздарын хиджабпен бүркемеуі, 4-5 тілде еркін сөйлеуі, демократиялық принциптерді дұрыс түсінгені, ұлттық мемлекет жайлы концепцияның тереңдігі, ағартушылық іспен өлгенше шұғылдануы қазіргі жас қазаққа жол сілтеп тұр. Оларға еліктейтін жас қазақтар қауымы да бар. Мұндай зиялы тұлғалары қалыптаспаған басқа ұлттар мен ұлыстар консерватизм дертіне жиі ұрынады. Олар тарихқа үңілгенде орта ғасырдағы алтын кезеңін аңсап шыға келеді. Ол дәуірдің өзіне тән қараңғылығын назарға алмай, бүкіл тұрмыс тіршілігін супер идеалға айналдырады. Соның кесірінен олар екінші Ауғанстанға айналып кету қаупі ұдайы төніп тұрады. Егер алаш арыстары мен репрессиядан аман қалған кейінгі зиялылар болмағанда, сәләфизмге салынған қисапсыз ақша Қазақстанды 15 жылдың ішінде-ақ Ауғанстанға айналдырып жіберетін еді. Біз сол үшінде алаш арыстарын насихаттауды мейлінше тоқтатпауымыз керек. Социоповия. Экзистенция философиясында адам болмысы несімен ерекшеленеді деген сұрақ бар. Адамнан басқа болмыс социумсыз жүре береді. Мысалы, бір өгізді қораға жалғыз қамап, қанша ай бордақласаң да, ол жалғыздықтан іш құса боп арықтап кетпейді. Жылуы, жемі, суы сайлы һәм жайлы болса жетіп жатыр. 2 айда домаланып, семіріп шыға келеді. Аквариумдағы жалғыз балық жалғыздықтан жапа шекпейді. Оттегі мен жем суы жетіп тұрса болғаны. Біз балыққа қарап, адами сезіммен, бейшара балыққа обалақ, әбден іші пысқан шығар, сөйлесетін ешкім жоқ деп жанымыз ашиды. Мұндай сезім адамға ғана тән. Адам болмысы 3 сатыда өркендейді. Біріншісі қайталанбас болмыс ретінде көрінеді, біреуге ұқсап кетсе болмыс бұзылады. Екіншісі өзгелермен ұйымдасып, қауымдастықта өмір кешеді. Көптен бөлінсе, жалғыздық дертіне шалдығып, іш құсалықтан өліп кету қаупі бар. Үшіншісі үмбеттік деңгей. Бұл адам болмысының ең дамыған, ең жетілген түрі. Бұл деңгейде ол қауымдағы, ұжымдағы, ұйымдағы, отбасындағы кез келген проблеманы өзгелермен теңдей бөлісіп, қоғам алдында, адамзат алдында, ар алдында, Құдай алдында ауыр жауапкершілік арқалайды. Бұл міндетінен қашқан кезде мінез құлқында, жүріс тұрысында ауытқу байқалады. Болмыстық деңгейде оған үнемі қауіп төніп тұрады. Бірақ бұл 3 сатыны сәтімен меңгеру ерен еңбекті қажет етеді. Ондай нығметке жету үшін тағы да объективті рухани құндылыққа ораламыз. Жалпы адамзаттық құндылыққа ұлттық өрнекпен өзіңше жол тауып жалғанбасаң, жұрттың бәрін жатсынып тұратын рухани дертке шалдығасың. Қазіргі жас буынның осы дертке мектеп қабырғасында жүріп-ақ ұрынуы
ұлттық құндылықпен тікелей байланысты. 30 оқушының басын біріктірер биік мұраттар болмағасын, смартфонға жұтылған олар субъективті қызықтың ұйығына батып кетеді. Яғни, өзінен басқа ешкімге қызық емес бір құмарға жұтылады. Олар кез келген шараны сылтау қылып, бір жиынға жиналса да, қауқылдасып ұзақ отыра алмайды. Іштері тез пысып, тарауға бейім тұрады. Үйіне жете сала, оңаша бөлмесіне қамалғанды жақсы көреді. Кезінде Виктор Франкл мағынасыз кездесуді аямай сынаған. Оның оппоненттері адам социологиялық болмыс, көппен бірге жүрмесе жүнжіп кетеді. Сондықтан жиі-жиі бас қосып, жүздесіп, сырласып тұруы тиіс деген. Осыған орай жүздесіп сырласу деген термин шыққан. Франклдың пайымынша мұндай жүздесіп сырласу адамға пайда бермейді. Себебі жұртпен жүздесу үшін бәріне ортақ, бәріне қызық, бәрі үшін маңызды, объективті бір мән болуы тиіс. Мәнсіз әңгіме кез келген адамды жалықтырады. Тіпті мәнсіз, мағынасы жолыққан күннің өзінде ол жерде рухани шөліңді басатын экзистенциялық коммуникация болмайды. Жиналған жұрт диалог құра алмай монологпен тарқасады. Яғни, әркім өз ішіндегісін ақтарып, жолдасының жан жарасына үңілмеген күйі сағаттап өсек соғып отыра береді. Мұндай бас қосудан адамның кеудесіндегі үңірейген бостық қаңыраған үстіне қаңырай түседі. Рухани құндылықтар қолданыстан шығып, қоқысқа тасталғанда айрандай ұйып отырған іргелі әулеттің өзі сүттей іріп жоқ болады. Ағайындар бақталас, абысындар күндес болады. Себебі олардың басын біріктірер рухани құндылықтар ескінің сарғын шағы ретінде келмеске кеткен. Бұрынғы той жиындар адамның экзистенциялық коммуникациясын қамтамасыз ете алатын. Алыстан жиналған ағайындар той томалақта бас қосып, көңілден су ішіп бір жасап қалатын. Қазіргі тойда бұл мүмкін емес. Себебі даңғырлаған музыка мен тамаданың сампылдаған дауысы жаныңда отырған жақыныңның әңгімесін естіртпейді. 30 жыл көрмеген туысыңның бетіне той біткенше қарап отырасың. Одан қалған уақытты тамаданың арзан әзілі мен оспадарсыз ойындары жеп тынады. Адамның адами тіршілігі мәнге, мағыналы әңгімеге тәуелді екенін осыдан білесің. 3 сағат тойда отырғанда құлақтың құрышын қандырар салиқалы бір ауыз әңгіме ести алмай қор боласың. Жаттанды тілектер мен жансыз тостар көңілдегі қуысты кеңейтпесе тарылтпайды. Бұл тойға көңіл дәметіп келген ағайын туыс қаңыраған кеудесімен аңыраған үйіне қайтып оралады. Ең сүйкімді ұры. Көкірегі құндылыққа қанып өскен келісті кісінің миында миллион түрлі идеялар буырқана қайнап жатады. Оларды жүзеге асырып жарыққа шығарудың өзіндік азарты бар. Құмарлықтың осындай аутентикалық түрінен махрұм қалған типтер футболдың фанатына айналады. Олар өздерінің баға жетпес ғұмырының ұрланып жатқанын сезбейді. Ат үсті қарасаң, футбол олардың өміріне мән дарытып тұр. Олар футболмен оянып, сонымен ұйықтайды. Әсіресе әлем чемпионаты басталғанда олар сияқты өмірге ғашық адамды таппайсың. Терең барғандары ардагер футболшылардың шежіресін тарқатып, футбол тарихындағы ұсақ түйек оқиғаның бәрін жатқа соғады. Сүйікті командасының жеңісі үшін өзін құрбан қылатындар да табылады. Ойын біткен соң стадионның айналасында екі жақтың фанаттары қырғын төбелеске кіреді. Ондай кезде бас жарылып, қол сыну қалыпты құбылыс. Бұл да әлі бер жағы, бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Проблеманың көкесі чемпионат біткесін басталады. Ойынның эйфориясы финал біткесін әрі кетсе бір аптаға созылады. Оның буы басылғасын фанаттардың көңіліне үңірейген бір бостық сезім үстемдік құрады. Олар сағымға алданып қалған шөл даладағы керуен басыдай жанын қоярға жер таппайды. YouTube-қа кіріп, Европа чемпионаты басталғанша бұрынғы ойындарды басынан бастап
қайта көріп шығады. Біздің ғасырда абырой болғанда мұндай типтерді бейаутентикалық жолмен болсын өмірге құштар қылып тұратын жарыс түрлері жетеді. Әлем чемпионаты бітсе, Европа жарысы басталады. Европа бітсе, лигалар додасы қызады. Ол аяқталса, олимпиада бар. Олардың арасын ережесі жекпе-жек пен бокстың бәсекесі құлатпай ұстап тұрады. Олар шынайы тіршіліктен алыстап, басқа өлшемдегі жалған реалға өтіп кетеді. PlayStation сияқты ойын дискілерін 6 ай сайын ауыстырып, виртуалды әлемдегі ойынды шын қабылдап, соның ішінде өмір сүреді. Бұл ойыншықтың базардағы бағасы $1000 айналасында. Кедейінің өзі несиеге болсын сатып алуға дайын. Кейбір келіншектер PlayStation қуалап қаңғып кеткен күйеуін үйіне байлау үшін осы ойыншықты удай бағаға сатып әперуге мәжбүр. Мұның өзі кәдімгідей жұбаныш, тіпті ұтымды шешім болуы да мүмкін. Себебі ситуацияға бақылаудан шыққан кезде біздің фанатик олимпке барып басын жоғалтып алады. Бұл енді саудаң бітті деген белгі. Бастапқы бәсі 500 теңгеден басталатын бұл құмар ең соңы 500 миллион теңгеге дейін ұласады. Ұласқанда 500 миллион теңге ұтып алмайсың, белшеден қарызға батасың. Қарызға батқандар әйелінің алтын жүзік сырғасынан бастап жаңа туған сәбиінің жәрдем ақысына шейін ұрлап алады. Ақырында 4-5 баласын қаңғытып, басындағы үйі мен астындағы көлігін тігіп жібереді. Олардың бағы жанып, бұл құмардан өзін тыйғандарының өзі миллиондаған қарызды, құлақ есті құл сияқты жұмыс істеп 10-15 жылда борышынан әрең құтылады. Футбол жарыстары сені өлгенше жалықтырмай жетектей алады, бірақ өміршең шынайы мәнін ешқашан саған сыйламайды. Кез келген ойынның біткен сәтінде бойыңдағы қуыс кеуде дерті жаныңды сығып шыға келеді. Қартайғанда оған қарсы тұратын қуатың да қалмайды. Себебі тұла бойыңа құндылық сіңіріп, даналық меңгеру жастық шақтың мұхалмас жігерін талап етеді. Бұл жігер мен қайрат қолдан кеткен соң өкініп өлгеннен басқа шараңда қалмайды. Ең дұрысы теледидардың алдында сағаттап жатып футбол көру емес, алаңға өзің шығып жүгіріп, қимылдап, қозғалып доп тепсең, денсаулыққа сол пайда. Футболды көрме, оны ойна деген тәмсіл осыдан шыққан. Қарттықпен күрес. Қуыс кеуде дерті әйелдер қауымына соққанда ол көбіне қарттықпен күресте көрінеді. Қарттық бастан бақ тайғанның белгісі емес. Ол өліммен қауышардан алдыңғы өтпелі һәм өнегелі кезең. Ол биология заңына бағынып, Тәңірдің қойған талабы мен міндетін мінсіз атқарып тұр. Мағынасыз ғасыр атанған біздің дәуір қарттықпен жауласып алды. Беттің ажарына бас ұрған саяз ойлы типтер кәрілікті дұшпан көріп, онымен күресіп өтуді өмірдің мәніне айналдырды. Әсіресе 40-тан асқан қыз келіншектің ең басты уайымы осы болды. Көбіне ризығын сахнадағы өнермен табатын әртістер мен әншілер барынша жас көрініп ширақ жүруге тырысады. Бірақ мұндай талап бәріне бірдей жараса бермейді. Қарттықпен күрес шегінен шығып, мағынасын жоғалтқанда әйелдерге зарардан басқа түк бермейді. Негізінде барынша жас көрініп, сыланып, сипанып, әдемі болып жүру әйелдің табиғатына жарасады. Солай жүруге міндетті де. Бірақ бұл әдемілік амалын хирургиялық жолмен жалғастыра бастаса, өмірдің мәніне қауіп төнеді. Көркемдік үшін күресу табиғи процесс. Бірақ бұл процесс жеңбей қоймайтын қарттыққа майдан ашқанда психикаға кері әсер етеді. Себебі қарттық алмай қоймайтын Алланың үкімі. Осы үкімнен жеңілген кезде пенде пақыр торығу сезіміне ұрынады. Кәрілікке қарсы жұмсаған бүкіл қажыр қайраты желге ұшқандай сезіледі. Қарттықпен сәтсіз күресудің екінші бір түрі қымбат витаминдерді жөн жосықсыз қолдана беру. Мұны қазір биологиялық белсенді қоспа деп айтады. Оларды сауатсыз пайдаланған талай адам денсаулығын бұзып алды. Осы жерде мынадай кең тараған афоризмді есіңізге саламыз. Біреуден «у» деген не деп сұрапты? Білмеймін, химиядан хабарым жоқ. Бірақ шегінен асқан кез келген пайдалы ас су мені түбінде улап өлтіреді деп жауап берген екен.
Витамин ішу дұрыс, бірақ ол да профессионал дәрігердің кеңесімен жүзеге асуы тиіс. Негізі денсаулыққа зиян келтірмей, табиғи жолмен жас көрінудің көнеден жеткен классикалық әдістері толып жатыр. Мысалы, етті аз жеу, сорпаны мол ішу, тыңқия тамақ жемеу, төсекке аш құрсақ жату, тәттіден тыйылу, дене еңбегімен шұғылдану, мүмкін болса көшенің емес үйдің тамағын ішу. Бұдан бөлек елдің қуанышын бөлісіп, үнемі шаттанып жүруге тырысу. Бұл нүктеде мағыналы өмір деген тақырыпта қайта айналып соқтық. Негізі өмірдің мәнін жойып, шынайы шаттануға жол бермейтін басты кедергі іштарлық пен күншілдік. Қас таланттың жетістігін көре алмау адамды ертерек қартайтады. Біреудің табысы мен жеңісіне шынайы шаттана алатын адам әмәнді жас көрінеді. Өмірдің осындай мағыналы ағысын ұстап алған парасатты әйелдер витамин мен косметиканы шақтап қана қолданады. Жастыққа шамадан тыс ұмтыла беру экзистенциялық тұрғыдан да зиян. Себебі шашқа түскен ақтал мен бетке түскен бір тарам әжім өлімнің алғашқы хабаршысы. Бұл балақай, базарың тарқап жатыр, көп кешікпей қарттыққа қадам басасың. Өмірің зая кетпей тұрғанда ғұмырдың мәнін іздеп, хикметтің шұғыласын бойыңа жи деген тәңірлік месседж. Шашты қараға бояп, әжімнің бәрін тегістей берсең, тәңірлік әлемнен келген иллахи хабарлар сол күйі оқылмай қалады. Логотерапияда Виктор Франкл Құдай ұғымын ең ұлы тапсырыс беруші деп айшықтайды. Жаратушы иеміз мына жұмбақтың шешуін тап деп өмірлік ситуацияларды құбылту арқылы тапсырма беріп отырады. Әр ситуацияның шешімін кейінге ысырмай, дер кезінде өз күшімізбен шешуге міндеттіміз. Кейінге ысырылған тапсырмалар қарттық кеп бас салғанда шешімін таппай жатып қалады. Бізді мазалайтын да осы шешімін таппаған ситуациялар. Сондықтан тапсырманы орындауға бала жастан машықтанған абзал. Егер осы аналогияны қарттықпен күреске салатын болсақ, біз тиімсіз позицияда тұрмыз. Себебі өлместің суын іздеп, қарттықтан қаша беру бала жастан санамызға жиналып жатқан тәңірлік тапсырмаларды көрсетпей қояды. Сондықтан жасыңа лайық қартайып, соған сәйкес сөз ұстанып, мағыналы ғұмыр үшін күресті тоқтатпау ұтымды өмір сүрудің жалғыз жолы саналады. Франклден бір журналист: «Сіз қарттықтан қорқасыз ба?» деп сұрады. «Жоқ, одан қорқпаймын, бірақ қарттықтың кестесінен қалып қоюдан өлердей қорқамын» деп жауап берді. Демек, кеудесі бай адам жастықтың емес, қарттықтың кестесіне ілесіп жүруге міндетті. Мұны назарға алмасаң, түбінде жеңбей қоймайтын қарттықпен мағынасыз алысып, кеудедегі экзистенциялық қара құрдымға жұтылған үстіне жұтыла бересің. Мұны бізде сәтсіз қартаю деп атайды. Сәтсіз қартайған типтер жасы 70-ке тақаса да, денеміз қартайса да, көңіліміз жас деп қыз келіншекке қырындауды абырой санайды. Қазақша оны сақалының ағы бар, балалығың тағы бар деп суреттейді. Қартайған шалдың сымбатты келіншекпен ойын тойда селкілдеп билеуі елге эстетикалық ләззат сыйламайды. Қарияның көркі бата мен салиқалы әңгіме. Баянсыз жаңалық. Қуыс кеуде сезімі болмысқа үстемдік қылғанда жаңа мен жаңалықты қуалау деген түбі жоқ трендке ұғынасың. 21 ғасырдың ең қауіпті қақпандарының бірі осы. Саған смартфонның ең соңғы үлгісін жарнама жасап сатады. Бір қарағанда технологиядағы прогрестің шырғау шегінде сен тұрғандай сезінесің. Бірақ арада 6 ай өтпей ол компания телефонның тағы бір жаңа түрін жарнамалап бастайды. Кеудедегі қуыстың азынаған бәлесі осы кезде арқаңа аяздай батады. Бейне бір алаяққа алданып қалғандай боласың. Бұл сезім қуыс кеуде жастарының бәріне тән. Олар қолындағы смартфонның әне-міне дегенше соңғы нұсқасы нарыққа шығатынын есіне алған кезде аза бойы қаза болады. Ескіріп үлгермеген айфонын тезірек сатып, үстіне ақша қосып жаңасын алуға барын салады. Осы сезімге экзистенциялық сараптама жасасаң, мынадай тұжырымға тірелеміз.
Адам санасының үнемі жаңарып отыратын нәрсені іздеп тұруы табиғи құбылыс және ол адамға ғана тән. Бірақ қателік қай жерден шықты? Жаңаруға тоймайтын нәрсе болмыстың өзі, яғни бар екені, аутентикалық адами тіршілігі, ой-санамен анықталатын адами болмыс бір ғана түсінікпен, бір рет бекітілген ақиқатпен өмір бақи жүре алмайды. Өйтсе де ойлануға құмартпайтын жануарға ұқсап қалады. Сол үшін өле-өлгенше ой-санасын дамытып, түсінігін тереңдетіп, болмыстық қуатын шексіздікке дейін апара беруге міндетті. Ой-сана тоқырап, түсінік тұйықталып, болмыс өзгеріссіз қалыпта тоза бастағанда, амал жоқ оның орнын смартфонның жаңалығымен толықтыруға тура келеді. Бұған қарап, тоқырау сезімі телефон жаңартуға ғана байланып тұр екен деп қалмаңыз. Жаңалықты басқа жақтан іздей беретін рухани дерт дүниенің бірнеше аспектісінде көрінеді. Біреулер жыл сайын көлігін ауыстырады, әйелдер пердесі мен ас үйдегі жиһаздарын жаңартуға шаршамайды, карьеристер қызметі жаңармаса депрессияға түседі. Бұл аурудың ең асқынған түрі әйел құмар еркекте жас иіс жаңалаумен көрініс табады. Жаңалық қуалайтын типтер бейнелеп айтсақ, жансыз конвейердің жансыз шынжырына оратылып, қап аяусыз жаншылып, тоқтаусыз айналып тұрған бейбақты еске салады. Бұл бәледен құтылудың бір ғана жолы бар, ол өзіңнің ұдайы ой санаңды дамытып, мәдени һәм рухани жетіліп отыруыңды бақылау. Баянсыз блогерлік. Дәл осы аурудың блогерлік түрі және бар. Олар жаңалықты басқаша жолмен іздейді. Олардың жаңалығын қазір хайп деп немесе хайп қуу деп атайды. Олар әлеуметтік желінің жұлдызы болуға ұмтылады. Әдетте жұлдыз болу оңай емес, оның да тарттыратын азабы бар. Даңқты әншілер мен актерлар жұлдызы жанғанша тынбай еңбектенеді. Сахналық өнері шырқау шегіне жеткенше ойын сауық пен ұйқы рахаттан тыйылады. Ал модерн блогерлер ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп атақты болуға тырысады. Сол үшін де елді елең еткізетін арзан жаңалықты жерден қазса да табуға міндетті. Олар таңда ояна сала, бүгін кешке оқырмандарыма не өнер көрсетсем екен, оларды қандай жаңалықпен дүр сілкіндіріп өзіме тарта түсем деп сары уайымға салынады. Бірақ бір өнердің түбін түсіріп меңгермеген соң, құр сөзбен қалың қауымды өзіне қарата алмайды. Осындай кезде олар шектен шыққан хайптарды желіге шығаруға мәжбүр болады. Мысалы, үйіндегі отбасылық ұрыс-керісті эфирге шығарады. Басына түскен қасіретті жұртқа баяндап, сырын шашқаннан ләззат алады. Әрине, біреудің сырына құмар өсекші жұрт ондай аккаунттың иесіне жаппай жазылады. Аккаунтының астына ақылсыз тобырды жинап түсу үшін олар 3 күн сайын дінін ауыстырады, шашын тықырлап алып тастайды, ата-енесімен әзілдесіп рилстар түсіреді. Енді бірі апат болып адам өліп, жұрт қайғыдан қан жұтып жатқанда оқиға орнына тікелей эфир таратып, біреудің қасіретін өзінің мүддесіне пайдаланады. Оны қазақша көршінің үйі өртенгенде қойының бас сирағын үйтіп алыпты дейді. Не деген ауыр сөз? Оны қазақша көршінің үйі өртенгенде қойының бас сирағын үйтіп алыпты дейді. Бұлардың жүйкесіне жабысқан неврозды Құдай басыңызға бермесін. Хайп қуған кезде жеке өмірің қалмайды. 24 сағат бойы тағы не ойлап тапсам екен деген уайымнан босай алмайсың. Хайппен қарбалас болғаны сонша, олар жеке отбасылық өмірінің күл талқан болғанын байқамайды. Байқаса да онымен күресуге ықыласты болмайды. Отбасы проблемасын реттеуге кіріссем, Инстаграмдағы аудиториям тарап кетеді деп үрейленеді. Жұртты да мағыналы өмірден адастырып, сергелденге салады. Өзіңнің де өмірің құр босқа зая кетеді.
өзіңнің де өмірің құр босқа зая кетеді. Ең жаманы бұл әрекет көкіректегі бостықты үңірейтіп жібереді. Мұның да түбі өкініп өлуге апарып соғады. Экзистенция анализіне салсақ, блогер боп көріну де болмыстың табиғи қалауы. Бірақ ол аутентикалық формада көріне ме, әлде бей-аутентикалық қалыпта жүре ме, мәселе сонда. Егер ол болмыстың бойындағы тәңірлік қасиеттерін тысқа шығарып, қараңғы қоғамды ағартумен шұғылданып, білім мен өнердің пайдалы бір саласын белсенді насихаттап отырса, болмысқа қауіп жоқ. Бұл жолы да айналып кеп өмірдің объективті мәні деген тақырыпқа тірелдік. Өнегелі өмір сүрудің міндетті шарттарын ұстанған һәм насихаттаған адамның оқырманы аз болады, аз болса да саз болады. Аманаттың жүгі. Құндылыққа қанбай, оқуға жарымай, тәрбиесі толмай, діннен бейхабар, ғылымнан алыс боп өскен типтердің қуыс кеуделікке жылдам ұрынатыны түсінікті болды. Бірақ көп адамды мазалайтын одан да маңызды бір сұрақ бар. Көз қарақты жұрт сан түрлі өнермен сахнадан түспейтін, бала жастан оқып өскен, дарынды мектепте білім алған, ғылымға бір шама терең деген, оқу ордасында мұғалім боп, әкімшілік орындарда қызмет атқарып жүрген, өздерін интеллигент санатына жатқызатын кісілердің жүріс тұрысы мен психологиясында көрініс беретін надандықты түсіне алмайды. Мұншалықты өнерлі, оқымаған кітабы жоқ, үнемі ғылыми ортада жүреді. Сөйте тұра мынадай жауапсыз жүрісі қалай? Қарапайым этика мен сыйластық нормаларын ұстана алмайды. Қуыс кеуденің нағыз өзі осылар емес пе? Егер бұлар осылай жауапсыз жүріп тұратын болса, балаңды құндылыққа қандырып, білімге бөктіріп, оқымысты азамат қылып өсірудің не мәні бар деп таң қалады. Расымен, сыртынан қарасаң алаш азаматтарын еске салады. Таланты тасып тұр, кез келген тақырыпқа ағып тұр, саяси ахуал мен діни мәселені шағып тұр. Дарынды мектепті бітіріп, елдегі оқуды тауысып, шетелді де шулатып келіп тұр. Атақ та, абырой да сонда. Бірақ қайтқанда көңіл айту, ұтқанды құттықтау, мықтыны мойындау, жығылғанды жұбату, әлсізге болысу, той иесіне көрімдік байғазы беріп қуанышын бөлісу деген сияқты адамгершіліктің ең нәзік ноталарын ұстай алмайды. Ондай халықтық салтты оқымаған жұрт ұстанады. Біз сияқты ғылым қуғандар ешкімнің қайғысы мен қуанышын бөлісуге міндетті емеспіз деген кібірлік көзге ұрып тұрады. Дәл осындай оспадарсыз типтерді Мұхтар Әуезов те сынап, оқыған азамат әңгімесіне арқау қылған. Бұл сұрақтың жауабын Құранның аяулы бір аятында ұйысаң ғана табаласын. Құран бойынша Алла тағала адамды жаратқан соң оған халифалық мәртебе береді. Сосын ортаға бір аманатты шығарып, оны тіршіліктің мойнына жүктемекші болады. Бұл істің шарты да ауыр екен. Аманатты алған тіршілік иесі оны бұзбай, бүлдірмей, шашпай, төкпей, саф қалпында ахиретте Алланың өзіне қайтарып беру керек. Оны ғапылдықпен ұрлатып жоғалтқандар мәңгілік азап шегеді. Аманаттың салмағы мен шарттың ауырлығын түсінген кезде аспан, жер, тау, тастың үрейі ұшып, жан-жаққа бытырай қаша жөнеледі. Сол кезде Алланың дидарына өлердей ғашық адам ата ілімнің жоқтығынан қараңғы кейіпте тұрса да, аманатты мен арқалаймын деп тәуекелге бел буады. Кейін бұл аят қиссада бұлайша кеңірек көрініс тапқан. Жаппархақ 18 мың ғаламға, бүгін сендерге бір аманат ұсынамын. Кімде-кім аманатты қабыл етіп, оған қиянат қылмаса, шексіз бақытқа кенеледі. Бірақ аманатты алғаннан кейін оның шарттарын орындамаса, азап тартады дейді. Күллі жаратылыс не аманат деп сұрайды. Ол махаббат. Оны иеленген жаратылыс иесі өлгенше сүйіспеншілікпен өмір сүру керек. Айналасына шуақ шашып, елжіреп тұратын халінен бір сәтте ажырамауы тиіс. Аманатты жоғалтқандар тас жүрек зұлымға айналады дейді.
Осы сәтте бүкіл ғалам үнсіз қалады. Тау, тас, аспан мен жер тәуекелге бара алмай шегіншектеп тұрып қалады. Адам ата ол кезде ілімсіз еді. Аманаттың ауырлығын жете түсінбесе де, Құдайдың дидарына ғашық болғасын, аманатты арқалап алуға келісті. Құдай тағала мені мұқият тыңда. Егер шын көңілмен мойын сұнып, аманатты таза сақтасаң, мәңгілік сый көресің. Ал егер қиянат қылсаң, көретінің тек азап пен жәбір дейді. Адам ата, уа Тәңірім, аманат майданында менімен бірге боласың ба деп сұрайды. Әлбетте, дүниеде мен сенімен бірге боламын, егер мені көркем есімдерімді атап шақыратын болсаң дейді. Тәңірісі уәде берген соң адамның жүрегіне сенім кіреді. Аманатты маған берсең, мен оны жүрегімде сақтаймын, оны таза ұстауға тырысамын, ұрпақтарыма да аманат етемін дейді. Құдай тағала аманатты таза сақтаудың шарттары бар. Мен арам деп тапқан барлық нәрседен аулақ жүресің. Жеген асың адал болсын, сөйлеген сөзің мәнді болсын, жүрегің кірленбес үшін әурет жеріңді жауып жүруге міндеттісің. Аманатты аман сақтауға да, жоғалтып алуға да септесетін ең басты құралың қызыл тіл. Тілің ғайбат сөйлемес үшін мен оны 3 түрлі қорғанға қамадым. Олар 2 жақ, 2 ерін, 30 тіс. Осы 3 кедергіден өтіп, өсекке жол беретін болсаң, аманатты ұрлатып аласың. Махаббат кеткен соң жүрегің қатайып, қиянатты шімірікпей жасайтын зұлымға айналасың депті. Бұл аятты әртүрлі тәпсірлейтін топтар да бар. Біреулер аманат деп ақылды айтады, енді бірі әділдікті айтады, сопылар махаббатты айтады, буквалистер шариғатты айтады. Бірақ кім не айтпасын, бір нәрсе анық, ол адамның мойнына ілінген объективті бір міндеттің барлығы. Енді мұның ең қызығы мына жерде. Бұл аманатты Алла тағала мойныңа қинап ілмейді. Дүниеге келіп, есіңді жинап, ақыл тоқтатқан соң адамдық борышты арқалауға да, арқаламауға да еріктісің. Мұндай жауапкершілікті мойынға алар кезде кәдімгідей миың тербеледі. Адамзат пен Алланың алдында арқалайтын бұл жауапкершілік түпсіз тұңғиық сияқты үрейіңді ұшырады. Бірақ бұл психологиялық дүние. Егер үрейіңді жеңіп, сол сәтте аманатты алуға саналы түрде келіссең, оның жүгін құлатпай алып жүруіңе абсолютті болмыс ғайыптан жәрдемші болады. Одан бас тартсаң, ғайыптан жәрдем де тыйылады. Бұдан соң күнделікті тіршіліктегі ұсақ-түйек проблеманың өзі сені езіп жібереді. Жүйкең жүндей түтіліп, депрессияға түсесің. Қуыс кеуде қайдан шығады? Міне оқырман, қуыс кеуде дертінің негізгі себебі анық болды. Кез келген пенде тап қазіргі жағдайына қарай қандай да бір адамдық борышты арқалауға тиіс. Кез келген ситуацияда одан жалтарасың, немесе бетпе-бет келесің. Бетпе-бет келу деген былай. Ата-ананың борышы, баласының бойына құндылық егу. Ең бастысы әдеп үйрету. Инстаграмдағы жылтырақ һәм жалған әлемнің қызығына жұтылған жеңілтек аналар бұл міндетін мектептің мойнына іліп, балаға даналық үйретудің ауыр азабынан жалтарады. Сол кезде өзі де, баласы да қуыс кеуде болып шыға келеді. Әкенің борышы, әділдік үшін күресетін, қаһарманның рөлінде тұру, баланы адал еңбекке баулу. Ол да борышынан қашып, сауна, бильярд, футбол, балық аулау, аңға шығу деген сияқты қызықты қуалағанда отбасы қараңғылыққа бата бастайды. Мұғалімнің міндеті сапалы білім беру, оқушыны алалаудан сақ болу, оның білімге деген құштарлығын өлтіріп алмау. Осы міндетіне жеңіл қараған кезде мұғалім де бір қуыс кеудеге айналады. Ғалымның борышы, қоғамда пайда болған кез келген надан түсінікті ғылымның күшімен талқандап отыру, қоғамды ағарту міндетін өлгенше бір сәтке де тоқтатпау, ағартушылық міндетін ұмытып, арзан атақ пен абыройдың соңынан қуатын болса, оның да саудасы бітеді. Ақын жазушының борышы, қоғамның дертін дөп басып, ел жұрттың қалғып кеткен ар ұятын шынайы шығармасымен сілкілеп отыру.
Ол да бұл міндетін ұмытып, мүшәйраның қызығына жұтылып, жүлденің сомасына ұмтылып, халыққа қарай емес, әкімге қарай талпынғанда қаламынан кие қашады. Діндардың борышы ар-ұяттың айнасы болу, иман деп аталатын ең ұлы құндылықты құрғақ уағызбен емес, миға сыймас ерлігімен паш ету, елді Алланың рахметінен үмітсіз қылмау, мейірім мен махаббатқа негізделген әділетті қоғам құрудың негізгі драйверіне айналу, осы борышын ұмытқанда кез келген діндарың әзіл-оспақ, ойын қалжыңның күлкілі кейіпкеріне айналады. Шенеуніктің борышы халықтың салығынан құралған мемлекеттің бюджетін ел жұрттың барлық сала бойынша дамып, салауатты өмір сүруіне жұмсау. Ол да борышты тәрк етіп, бюджетке қол сұққанда ұсталмаған қарабет ұрыға айналады. Бай бағланның борышы мал шашуға, мақтан қууға, атпен бірге атақ жарыстырмай, мәдени құндылық өндіретін қас таланттарға материалдық қолдау көрсету. Ғалымның оқуы мен өнерлінің өрге жүзуі дәулетті кісінің байлығына тәуелді. Байлар да борышты ұмытып, далбаса даңғазаға ақша шашып, мал шашқанда қуыс кеуде көп ақмақтың біріне айналады. Әнші, күйші, жыршы сияқты өнер иелерінің борышы құндылықты сәтімен арқылау және оны жұрттың жүрегіне қондыру. Олар қайтсе мәнмен қауышады, қайтсе одан көз жазады. Өнерпаз адам жас таланттың жолын бөгемей, бағын ашуға септессе, өзі де мән табады. Қас талантты күндеп, оның тірсегінен тістегенде мәннен ажырап, қадірсіз қуыс кеудеге айналады. Мағынасыз 21 ғасырда елдің бәрі осы дерттен мезі боп бітті. Қайда барса да күншілдер мен надан діншілдер етегінен тартады да тұрады. Қоғамның барлық саласын жайлап кеткен тамыр таныстық пен сыбайлас жемқорлық өркендеуге жол бермейді. Жүйкесі жұқарып, жыны жығылғандар мұншама зұлымдық пен әділетсіздік қайдан шығып жатыр деп таусылады. Осы ретте жалғаншылар қауымы еңбегінің авторы Морган Скотт Пектің мынадай пайымына құлақ түрген жөн. Ол бүй дейді: доктор Пек, неліктен бұл өмірде жамандық бар деп таныстарым жиі сұрайды. Бірақ ешкім неліктен бұл өмірде жақсылық бар деп сұрамайды. Олардың ойынша бұл дүние жамандықтан пәк, мөп-мөлдір әлем сияқты. Сол пәк әлемді оңбаған біреу келіп, жамандықпен былғап кеткендей. Ғылымға салсақ, зұлымдықты зерттеп, жамандық атаулыны талдап, талшықтап берген оңай сияқты. Бірақ жақсылықтың түп төркінін табу әлде қайда маңызды. Мысалы, адамның өзін өзі тәрбиелеп, темірдей тәртіпке көндіруі таңғаларлық құбылыс. Есесіне, еріншектік барлық адамға тән ортақ құбылыс. Еріншек болуды арнайы оқытатын курс жоқ. Есесіне, сені дисциплинаға баулитын неше түрлі мектептер мен оқулықтар бар. Олай болса, бұл дүние керісінше әуелден жақсылықтан ада, қараңғы әлем болатын. Ғайыптан тайып, осы әлемге ізгіліктің дәні түскен. Сондықтан зұлымдықты зерттегеннен гөрі құпиясы мол, ізгіліктің түп тамырын іздеп табу әлде қайда қызық һәм маңызды. Америкалық ғалымның осы ойынан мынадай хикмет өрбітуге болады. Құран бойынша бұл әлем әуелден сапасыз болған. Мұны ібліске еншілеп берген соң сайтанға тән күншілдік, іштарлық, қатын құмарлық, мансап құмарлық, дүние қоңыздық, бақталастық, пасықтық, қулық, сұмдық, алдау, арбау, алаяқтық, опасыздық, суайттық, еріншектік, мақтаншақтық, қатыгездік сияқты ит мінездер үшін құнарлы топырақ осы дүние болып табылады. Сол себепті рухани, мәдени, ғылыми майданды бір сәтке де тоқтатуға болмайды. Тоқтатсаң, сыңсып тұрған жамандық атаулы бұрқ ете қалуға дайын тұр. Осыншама жамандық атаулымен сіресіп тұрған кесір әлемге тәңірлік әлемнен ізгіліктің шамын жағу әлемдегі ең ұлы ерлік болып саналады. Сондықтан бақытсыздық, сәтсіздік қайдан келді деп сұрай беру тұйықтан шығармайды.
Керісінше, адамдық борыш деген не? Кім оны бізге міндеттеген? Борыш арқалаған адам не істеу керек деп сұраған сайын тұйықтан шығатын жол ашыла береді. Бар бәле білімді азаматтардың адамдық борыш арқалаудың орнына арзан атақ пен баянсыз қызыққа өз еркімен берілуінен басталады. Борышты айналып өтетін білімді типтерге қатысты қысыр интеллектуализм деген термин бар. Мұндай типтер расмен білімді, қалыңдығы кірпіштей ғылыми еңбектерді қиналмай оқи береді. Өзара бас қосып әңгіме құрғанда сөзіне ілесе алмайсың. Бірақ жамандық жайлаған бұл әлемді ғылым күшімен ағартып, надандықтан аршуға ниетті емес. Олар кітапты аз оқыған қара халықтың сауатсыз әрекетін сынап мінеумен, кекетіп мұхатумен өмір шіркінді тауысады. Себебі ағартушылық үлкен күрескерлікті талап етеді. Көне қағандардың тілімен айтсақ, күндіз отырмайтын, түнде ұйықтамайтын, қызыл қанды төгетін, қара терді ағызатын ауыр жұмыс. Осы ауыр адами міндетінен қашқан соң, олардың бойындағы қайсарлық, табандылық, күрескерлік, төзімділік, жақсыға болысу, озғанның атын қамшылау сияқты биік қасиеттері ашылмаған күйі арам өліп қалады. Бірақ бұдан да үлкен қасіреті және бар. Ол адам болмысының өзін-өзі сырттан бақылап, өзін-өзі тергеп, саналы түрде өзінен есеп алып отыратын ең биік қасиеті. Байқасаңыз, мәдени майданды тастап қашқан рухани дезертир қоғамдағы надандықты сынап мінеп отырғанда өз бойындағы надандықты байқамайды. Құдай төбесінен қос қолдап ұрды деген осы болады. Түбін қазсаң, тәңірлік әлемге барып тірелетін осы бір терең тақырыптың заңды иесі дін ғылымы, Алланың аманаты, адамдық борыш деген ең салмақты сөздерді діни жетекшілер жаңғыртып отыруға міндетті. Хақ діннің қоғамға оңынан ықпал етіп жатқанын адамдық борышпен ғана өлшей аласың. Өлшем қисайса қатеден көз ашпайсың. Мысалы, затты килограммен өлшейміз. Оның эталоны Парижде тұр. Бүкіл әлемдегі 1 килограмм ұғымы Париждегі түп нұсқамен сәйкес болуы міндетті. Ортақ өлшем орныққан соң алыс берістікте әділдік орнайды. Бізде діннің де өлшемі қате. Борыш арқаламайтын діндарлардың діннің ықпалын мешіттер санымен, жұмаға жиналатын жамағатпен, ораза ұстаушылардың санымен, қажылардың көптігімен, халал кафелердің ашылуымен, хиджабпен өлшеуге ұрынған. Мұндай өлшем адастырмай қоймайды. Себебі мешіт адамға толып, халал кафелер қаптаса да, қазақ қоғамында өзіне қол салу, ажырасу, педофилия, ерте жүктілік, бюджетті тонау, әділетсіз сайлау, экологияны ластау, сыбайлас жемқорлық, адам құқықтарының бұзылуы сияқты толып жатқан әлеуметтік, рухани проблемалар азаюдың орнына асқынып барады. Діншілдер жамағатына адам жинауды армандауды доғарып, шынайы ағартушылықпен шұғылданса, жоғарыда айтылған проблемалар табиғи шкаласына қайтады. Бұл жақта да проблеманың бастауы аманатты арқалаудан қашу, адамдық борыштан жалтару. Осыны түсінген шәкәрім кейінгі ұрпаққа жол көрсетіп, жөн сілтегенде адамдық борышты тілге бірінші тиек етіпті. Адамдық борышың қалқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл, талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл, мақтанға салынба, мансаптың тағышын, нәпсіңе билетпе, басыңның бағышын, өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жобатап, жол көрсет, келешек қамышын, қайтадан қайырылып, қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді, тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңда із қалдырсаң, шын бақыт, осынық, мәңгілік өлмейсің. Ойшыл Канттың да пікірі осындай. Егер адамның пешенесіне жазылған бір нәрсе бар болса, ол адамдық борыш.
яғни мұқтаж жанның қасынан әмәнда табыла кетуге дайын тұратын қырымыз дейді. Құрметті оқырман, сіз де 21 ғасырдың мағынасыз тіршілігінен мезі болып, сіздің де көңіліңізді бір бостық жайлаған болса, қайғыра берудің қажеті жоқ. Адамдық борышты арқалап, халықты ағартумен айналысқан ата-бабаңыздың сара жолы алдыңызда сайрап жатыр. Іштегі үрей мен қорқынышты жеңіп, қоғамға пайдалы болатын қырыңызды іске қосыңыз. Ешбір ғасырда өзін ақтамаған баянсыз қызықтың бәрінен бас тартыңыз. Ең болмағанда жаныңызда отырған жас ұрпақтың көкірегіне рухани құндылықтың бір дәнегін болсын егіңіз. Түптің түбінде кеудесі хикметпен зейнеттелген өнегелі ұрпақ өзінің де, сіздің де өміріңізге мән дарытып, мағыналы ғұмыр сыйлайды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін Рабиндранат Тагордың мына сөзімен аяқтаймыз. Мен ұйықтап жатқам. Түсімде өмірімді көрдім. Өмір бақыт пен шаттық екен. Сәлден соң оянып кеттім. Қарасам, өмір дегенім адамдық борыш болып шықты. Тұрдым да іске кірістім. Нәтижесінде адамдық борышым шаттық пен бақытқа айналды. Алтын үлгі. Өзінің тарихын, әдебиетін, мәдениетін танымаған немесе менсінбеген қазақтар әсіресе ұлағатты ұрпақ өсіруде тұйыққа тірелді. Оларда өзін қорсынатын зиянды психология асқынып кетті. Баланың кеудесін құндылыққа толтырып, үлкен ғылымға жол ашатын қазақи құндылықтарды ескінің сарқыншағы сияқты көретін бейшаралыққа ұрынды. Көне жырларды жаттаса, заман ағымынан қалып қойған қараңғы бейбақтай сезінеді. Білім саласында тұйыққа тірелген мамандар мықты педагог бала санасын бірден дамытып жіберетін керемет әдіс ойлап тапқан деп, біресе Грузиядан, біресе Латвиядан, біресе Ресейден франшиза сатып алудан жалығатын түрі жоқ. Олар әкелген әдістің бірде біреуі адамдық борышты арқалауды үйретпейді. Олардың дені кітапты бір күнде тауысу, жылдам оқыту, есепті тез шығару, менталды арифметика, баланың логикасын күшейту, жаттау қабілетін арттыратын қол жаттығуларын жасату деген сарында созыла береді. Мұндағы мақсат Назарбаев зияткерлік мектептеріне немесе түрік лицейі сияқты элиталық мектепке қабылдану. Ол мектепке өткенде адамдық борышты көздеп отырған ешкім жоқ. Баланың анасымен сөйлессең бүй деп жауап береді. Балам бұл мектепке түсті деген сөз ішім-жемнен, материалдық мұқтаждықтан мәңгі бақи тарықпайды. Өмір жолында кедергі болмайды. Өлгенше айы оңынан, жұлдызы солынан туып, айдарынан желесіп жүреді деп сенеді. Жігітке жеті өнер де аз дегендей сөз жоқ. Бұлар да адамның тіршілігіне керек құрал. Бірақ адамдық борышты арқалауға септеспеген соң түптің түбінде бұлардың бәрі баянсыз нығметке айналады. Жауапкершілік арқаламайтын адам қуыс кеуде дертінен құтылмайды. Оның ең үлкен зияны бар. Интеллектуализмге шектен тыс ұрынған адам метафизиканың рухани сырларына өте алмайды. Фактіге ғана сенетін тастай логика, жүректе интуициямен ғана сезіп білетін ақиқаттың нәзік жарығына қарай алмай қор болады. Адамдық борышты балаға сіңірудің алтын үлгісі қазақ тарихында жайнап тұр. Бізді надандықтан қорғап өткен Қаныш Сәтпаевтың қалыптасу үлгісіне назар салыңыз. Медеу Сәрсекенің қазақтың қанышы деген еңбегінде осы алтын үлгі айқын көрініс тапқан. Имантай Ақсақалдың жас ұрпақ тәрбиесіне талабы аса қатаң болған. Ес біліп, етек жиған бала ертелі-кеш ойын қумай нақты қарекетпен айналысуға тиіс. Молдалыққа жалдаған адамдары да әсіре шариғатшыл немесе шала сауатты дүмшелер емес. Оқуы озық қалаларда медресе тәмамдаған оқымысты жандар. Талабына қарай сұрау демекші, алдындағы шәкіртке олар Құран аяттарын сыпыра жаттатудан гөрі оқығанын ұғып, жаза да білетін сауатқа жетуін көбірек қадағалаған. Араб, парсы тілдерінде басылған кітаптарды оқу шәкірттердің бірінші парызы, ал аятты махамдап жақсы оқу екінші, үшінші жылдардың еншісінде. Мынадай жайт анық.
Обалдағы осы мектептен сауатын ашқан бірде-бір шәкірт кейінгі ғұмырында дін жолына құлай беріліп молда танып басына сәлде салмаған. Көбі Имантай мен Әбікей ағаларына еліктеп, үлкен қалаларда білікті мектептерде оқуға құштарлығын аңғартқан. Сол жылдарда кішкентай Қаныш тағы бір ұстаздан дәріс алған. Әдетте бұл сабақ өз үйінде, әкесінің алдында өтеді. Әмбе оның кесулі уақыты болмайды. Қысы-жазы бірдей екеуінің көңілі қалаған кезі жүреді. Балам, жыр сабағын ұмытпалық, кітабыңды әкел дейді әкесі. Былғарымен тысталған қалың кітапты құшақтаған Қаныш әкесінің алдына келіп отырады да саңқылдаған ашық дауысымен оқи бастайды. Оқуы аса жатық емес. Әредік дұрыс оқып отырмын ба дегендей күдікпен әкесіне жаутаңдап қарайды. Кейде әлде бір сөзге тілі келмей кібіртіктеп те қалады. Кітаптың тілі балаға аса ұғынықты емес, түркі шағатайша, кейбірі парсыша жазылған. Ақындардың есімі де бейтаныс. Руми, Сағди, Хафиз, Жәми, Науаи. Сөйтсе де бұларды оқу молдекең алдында шарт, жүгініп отырып Құранның түсініксіз аятын жаттағаннан әлде қайда қызық. Көбіне оқитыны жүздеген бет. Ұзақ жырлар: Жүсіп, Зылиха, Ләйлі, Мәжнүн, Гүлістан, мың бір хикмет, диуани, пәни. Әкесі солардың кейбірін жатқа біледі. Кенжесі әлде бір сөзді ажырата алмай ежіктей бастаса, тұтас бір шумақтарды жатқа айтып, солардың мазмұнында қазақшалап түсіндіреді. Анығында жыр оқу жас шәкіртке зеріккенше созылады. Бірақ оны зеріктіру де оңай емес. Баланың ұғымталдығы ғажап. Не бір қиын сөздерді, тұтас сөйлем шумақтарды екі айтқызбайды. Естіген сәтінде қағып алады. Оқуға құштарлығы да өзгеше. Білсем, көрсем деп ынтығып тұрады. Сыншыл әке перзентін әлде қызықтап, әлде болашағынан үміт күтіп, осы баламның зейіні бөлек, мұны анау-мынау жеңіл сөзбен шығарып сала алмайсың дейді екен. Әке еңбегі зая кеткен жоқ. Талапты шәкірт ескі заман ақындарының асыл мұраларын өз бетінше оқитын болды. Екінші мысалды Бауыржан Момышұлының өзі жазған «Ұшқан ұя» кітабынан береміз. Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп, ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді. Дүние тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы жайлы алғашқы әңгімені әжемнен естігенімді, адамзат қауымының қалыптасуы туралы тұңғыш мағлұматты әжемнен алғанымды қалай ғана ұмытармын. Иә, әлемнің пайда болуы, тірлік дамуы, адамзаттың шығуы, өмір жайлы шынайы сезіммен азаматтық тұрғысындағы жан баурайтын аңыздарды айтқан. Ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді үйреткен, ар заңының, әдеттің жинағынан алғашқы тарауларды таныстырған да ең алдымен ата-ана, ағайын туған еді. Әрине, ол кезде мен де өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін. Әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін және үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін. Ол кезде мені қызықтыратыны ертегі аңыздардың ғажайып оқиғалар еді. Енді міне есейіп, ер ағасы болғанымда ойласам, мен сол әңгімелерден адамзат өресінің өрісін тани берген екем ғой. Менің ұстаздарым әріптен бастап буынға дейін, сонан соң ақ қағазға қаламмен өрнек жазуға дейін үйретті. Келе-келе жүйелі оқып, есепті жүйрік шығаруға қол жетті. Осындай уақыт талқысы ғана, өмір өткелдері ғана, тірлік тізбегі ғана менің әжемнен үйренген жақсы, жаман, мақұл, не мақұл деген сөздердің байыбына терең бойлата алды. Әжемнің осылай болған екен деген сөздері мені бірде ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, бірде құс қанатындай демеп, ілгері ұмтылдырды, биікке самғатты. Зымиян комиссияның қиянаты. Тап қазір қазақ жұртының жаңа буыны стресс, депрессия, суицид, социофобия сияқты соңы жоқ психологиялық проблемалардың қоршауында отыр.
Әсіресе мектептегі мұғалімдер өмір сүруге деген құлшынысы күрт төмендеп кеткен оқушылардың рухани иммунитетін көтерудің жолын таппай басы қатып жатыр. Бұлайша тұйыққа тіреліп басы қататындай жөні де бар. Себебі бұл проблемалардың ілкідегі тарихынан бейхабар. Сондықтан диагнозында дұрыс қоя алмайды. Қазақта аурудың төркіні табылды дегенше, сырқаттың емі табылды дей бер деген ата сөзі бар. Демек, біз осы рухани аурулардың әу бастағы асқынған себебін де таптық деп ойлаймыз. Олай болса, ата-аналар мен мектеп ұстаздарының жүрегін ауыртып, миын ашытқан күрделі проблеманың шешіміне де тақап қалдық деп санаймыз. Бәленің бәрі 1945 жылы қазан айында СССР орталық комитетінің хатшысы Маленковтың атына жазылған рапорттан басталған. Мәскеуден Алматыға аттанған арнайы комиссия сол кездегі тіл және әдебиет институтының еңбектерін микроскоппен тексерген. Олар қазақ халқының үмітін зорайтып, жігерін жанып, қайсарлығын өткірлей түсетін рухани құндылықтың бәрін оқуға, зерттеуге, жазуға, жаттауға тыйым салған. Керек десең, 1950 жылдан бастап баласының атын Едіге деп қоюға рұқсат берілмеген. Есіңізде болса, Едіге деген көркем есім қазақ халқына 2000 жылдардан бастап қана оралды. Сенімді шығу үшін сіз бен біздің басымызға бәле болып жабысқан Маленковқа жазылған рапорттың қазақша аудармасын ұсынып отырмыз. Осы арызда айтылған тыйымның бәрін сындырып, мәдени құндылықтарды қайтадан айналымға енгізсек, бәрі қалпына келеді. Орталық комитеттің хатшысы Маленковқа Қазақстан партия ұйымының идеологиялық насихаттық жұмысын тексеру қорытындылары туралы орталық комитеттің үгіт-насихат бөлімінің баяндамасы, Қазақстан партиясындағы идеологиялық жұмыстардың қателіктері мен кемшіліктері жайлы. ОК шешімімен осы жылдың шілде айында Қазақ КСР-ге Қазақстан орталық комитетіне идеологиялық насихаттық жұмыстарға практикалық көмек көрсету үшін үгіт-насихат бөлімі мен КСРО кеңес жазушылар одағының бір топ қызметкерлері жіберілді. Жұмыс барысында бұл топ қазақстандық партия ұйымының идеологиялық жұмысындағы өрескел қателер барын анықтады. Қазақстан орталық комитеті мен оның үгіт-насихат бөлімі орталық комитеті татар партиясының бұқаралық саяси және идеологиялық жұмыстарын түзеу шаралары туралы және башқұрт партиясындағы үгіт-насихат жұмыстары туралы шешімінен қорытынды шығарып, республикадағы идеологиялық жұмыстарды жолға қоймаған. Қазақстан орталық комитетінің үгіт-насихат жөніндегі хатшысы Әбдіхалықов Қазақ КСР-ның бір қатар тарихшылары мен жазушыларының еңбектерінде жіберілген өрескел идеялық қателіктерді түзету үшін тиісті шаралар қолданбады. Қазақстан тарихы бағытындағы ғылыми жұмыстар назардан мүлде тыс қалған. Соңғы жылдары тіл, әдебиет және тарих институтының тарих секторының қызметкерлері де бірде-бір ірі ғылыми еңбек шығарған жоқ. Ал Қазақстан тарихы бойынша баспаға дайындалған қолжазбаларда және 1943 жылы шыққан Қазақ КСР тарихында өрескел идеологиялық қателіктер бар. Қазақ КСР тарихының авторлары Қазақстан тарихын жазуда марксистік методологияға сүйенбейді. Олар өндіргіш күштердің, өндірістік қатынастардың, таптар мен таптық күрестің дамуын емес, қазақтардың тәуелсіздік үшін күресін негізге алды. Қазақ КСР тарихын құрастырушылар моңғол шапқыншылығының рөлін барынша көрсетіп қоймай, татар-моңғол үстемдігі қазақ халқының қалыптасуына ықпал етті деп қате тұжырым жасайды. Сондай-ақ Алтын Орда әмірлерінің бірі Едігені халық қаһарманы, еңбек адамының қамқоршысы ретінде дәріптейді. Қазақ КСР тарихында Қазақстандағы патриархалдық феодалдық қатынастар әспеттеледі. Қазақ халқының шынайы ұлт азаттық қозғалыстары мен қазақ сұлтандарының қарақшылық жорықтарының ара-жігі ажыратылып көрсетілмейді. Мәселен, феодалдық сипаттағы Қаратай сұлтан қозғалысы шынайы ұлт азаттық қозғалыс ретінде сипатталады. Қазақ КСР тарихының авторлары Қазақстанның Ресей империясының құрамына кіруінің шын мәніндегі оң прогрессивтік мәнін көрсетпей, қате баға берді. Авторлар қазақ халқының тарихын ұлы орыс және кеңес одағының басқа халықтарының тарихынан бөлек қарастырады. Кітапта қазақ, орыс және КСР-ның басқа халықтар
халықтары арасындағы мәдени-экономикалық байланыстар, олардың шетелдік басқыншыларға және помещик капиталистік езгіге қарсы бірлескен күресі жеткілікті деңгейде көрсетілмеген. Кейбір қазақ тарихшылары мен жазушылары Алтын Орданы шектен тыс әсірелеп, едігені жан-жақты мадақтауға құмар. 1944 жылы Ғылым академиясының қазақ бөлімшесі дайындаған тарихи жинақтағы Марғұлан Жолдастың «Ер едіге» атты мақаласында былай делінген: едіге Алтын Орда дәуірінің кемеңгер тұлғаларының бірі. Халық оның әділдігін аңыз қылып айтатын. Ол халықтың қорғаушысы, дана саясаткер, қалың бұқараның жоқтаушысы болды. Халық арасында сақталған аңыздарға қарағанда, едіге бүкіл саналы ғұмырын халқына, отанына арнаған, сондықтан да оның есімі ғасырлар бойы ұмытылмаған. Орталық комитеттің татар партиясындағы бұқаралық саяси және идеологиялық жұмыстың жай-күйі және жақсарту шаралары туралы қаулысындағы едіге эпосының мәні хандық феодалдық сипатқа жататыны туралы ескерту болды. Соған қарамастан бірсыпыра жазушылар тіпті 1945 жылы да едігені әспеттейтін өлең жазуларын тоқтатпады. Қазақстан орталық комитетінің хатшысы Жолдас Әбдіхалықов тарихи фактілерді бұра тартып, біздің едіге татарлардың едігесінен бөлек адам дегенді ойлап тапқан. Кейбір қазақ тарихшылары мен жазушыларының еңбектерінде тарихи оқиғалар мен тарихи тұлғаларға баға беруде таптық көзқарас ескерілмейді. Мысалы, олар Абылайды халықтық қан ретінде көрсетіп дәлелдеуге тырысады. 1944 жылы баспаға дайындалған қазақ батырлары жинағында Абылай хан туралы былай делінген: Абылай халықтың тілегін жақсы түсінді. Ол өз өмірін халықтың азаттық жолына, оны біріктіруге арнады. Абылай хан ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің басын біріктіру жолында игілікті іс атқарғаны рас. Бірақ ол мұны халықтың қамы үшін емес, оларға үстемдік етуші феодалдардың билігін нығайту үшін істеді. Өзге қазақ тарихшылары едіге, Кенесары, Қасымов сияқты кейбір қазақ хандарының іс-әрекетін 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің басшысы, нағыз халық қаһарманы Амангелді Имановтың ерлігімен қатар қоюға дейін барды. Амангелдіні едігенің халықтың қамы, азаттығы мен бақыты үшін күресінің мұрагері ретінде қарастыра бастады. Баспаға әзірленген монографияда авторлары Марғұлан Нұрханов, Сүлейменов және басқалар былай деген: Амангелдінің туған жері Торғай жазығы, бұрынғы қазақ батырларының бәріне мәңгілік шамшырақ, еркіндік пен азаттыққа жол сілтейтін темір қазық іспетті көрінді. Торғай жазығының кең байтақ даласында еңбекші халықтың ойынша едіге, Қобланды, Кенесары, Наурызбай, Амангелді сынды марқасқа батырлардың тұлпарларының тұяғының тыншыған емес. Олар халықтық мүддесін қорғап, бостандығы мен бақыты үшін күреседі. Авторлардың пікірінше, Амангелді Имановтың еңбекші қазақтардың көсемі ретінде қалыптасуы қазақ қоғамындағы таптық күрес пен орыс революциялық қозғалысының орасан зор ықпалы нәтижесінде болған жоқ. Амангелді туған жері Торғайдың топырағының негізінде қалыптасқан екен. Торғай жазығы көне заманнан ерліктің қайнар бұлағы, қазақ халқының азаттық жолындағы күресінің мәңгілік бастауы екен. Қолжазбаны Жолдас Әбдіхалықов оқыса да, бұл қате әрі зиянды мәлімдемелерге сын ескертпе айтпаған. Қазақ тарихшылары мен Ғылым академиясы тарих институтының жұмысындағы ең үлкен кемшіліктің бірі, олар Қазақстан тарихындағы кеңестік кезеңнің зерттеуімен мүлде айналыспайды. Мұндай қателіктер тарихи еңбектерде ғана емес, қазақ көркем әдебиетінде, әдебиеттану ғылымы мен әдеби сынында да өріп жүр. Кейбір көркем шығармалар қазақ оқырмандарының орыстарға деген өшпенділік сезімін оятады. Мысалы, Сәбит Мұқановтың Балуан шолақ әңгімесі автор патшалық кезеңдегі шенеунік пен орыс халқын ара жігіт ажыратып көрсетпейді. Отарлау саясатының жан түршігерлік оқиғаларын суреттей отырып, орыс пен қазақ халқының үстем таппен қалай бірге күресін ашып көрсетпейді. Bir қатар көркем шығармаларда патриархалдық, феодалдық қатынастар әспеттелген. Жазушы Әуезов Абай жолы романында феодалдық рулық өмірдің сән салтанат асырып, молшылық пен баршылықпен суреттейді. Автор еңбекші
еңбекші халықтың өмірін, бай мен кедей арасындағы қайшылықты, қазақ қоғамындағы таптық күресті мүлде көрсетпейді. Қазақ ауылы ертеде берекенің мекені, жер жәннаты ретінде бейнеленген. Шығармасының соңында ғана автор халықтың мүшкіл халін айтып өтеді. Онда да мұны табиғи апатпен, жұтпен байланыстырады. Кеңестік кезеңді бейнелеуде кейбір қазақ жазушылары өрескел қателіктерге жол береді. Колхоз құрылысы туралы қате әрі бұрмаланған түсінік береді. Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ Версиев романындағы колхозшылардың тұрмысының жұпынылығы сонша, тіпті жағдайы ең жақсы дегендері қадірлі қонағының алдына тартатын ештеңесі жоқ боп суреттеледі. Атақшы тарышы Шығанақ көрші колхозға барғанда колхозшы Қалидің аузынан мына сөзді естиді: колхоздың маған ұнамайтын жері осы. Мал жекеде болған кезде қанша қиналсаң да қонағыңның алдына бірдеңе тауып қоясың. Ал қазірше бәрі ұжымдастырылды, тіпті алдыңа қойған тары да қоймадан алынды. Сол шығармасында автор колхозшылардың діни сенімін сүйіспеншілікпен әсірелеп мынадай дұға құрастырады: уа жаратушы Раббым, дұшпанға қатал, адалға өзің жар бол. Бақытсыз құлдарыңның жүрегін қайғы мен азапқа толды, көздің жасы көл болды, дүниені қайғы басты. Жауынгерлерімізге тақуа Әлидің батырлығы мен батылдығын бере көр. Қызыр жолдасы болсын, Мұхаммед шапағатын төксін. Алла ұлық 302 бетінде. Шығанақтың жаназасы мынандай сөздермен аяқталады: халқына жақын болған Құдайдың көзі оң болады, жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын. Драматургия саласында да осы. Қазақ жазушылары кеңестік реализмнен алыстап, сонау өткен дәуірді, аңыз әңгімелерді сахналауға тым құмар, әдеби көркем шығармаларға сын ескертпе жасалмайды. Ондағы қателіктер түзетілмейді. Сыншы Исмайылов Әуезовтің Абай жолы романына баға бере отырып, жазушы еңбекші халықтың өмірін өте жарқын көркем көрсетті деп қарама-қайшы баға береді. Мынадай әдеби еңбектерде де өрескел қателіктер бар. Сәбит Мұхановтың қазақ әдебиеті тарихының 17-19 ғасыр очерктері, Жұмалиевтің 8 классқа арналған қазақ әдебиеті оқулығы, Исмайыловтың әдебиет теориясы оқулығы, батырлар жыры және эпостар жинағы. Фольклорлық материалдар бір жақты таңдалады. Жұмалиев Жолдастың 8 сыныпқа арналған қазақ әдебиеті оқулығындағы Қобыланды эпопеясында қазақтар мен орыстардың соғысы бейнеледі. Ал шын мәнінде Қобыланды дастаны қазақтардың қалмақтармен соғысы туралы, яғни орыстар Қазанды жаулап алғанға дейінгі ұрыстар. Жұмалиев орыс халқының моңғолдарға қарсы күресін, олардың орыс жерінен қуылуын, орыс отарлауы деп жариялайды. Сол кезеңге тиесілі қай өлеңді, аңыз жырларды алсақ та, ондағы негізгі ой Қазанды азат ету, еділді қайтару, халқын, жерін қорғау жайлы. Патшаның Қазанды жаулап алуы батырлардың ғана көңіліне тиген жоқ, күллі халықтың жүрегіне батты. Ерді қойып, қыздардың да намысына тиді. Тіпті 19 ғасырдағы ақындар да еділді аңсап жырлады. Қысқасы, Иван Грозныйдың еділді алуы халықтың шамына тиген ауыр оқиға болды деп жазады Жұмалиев. Оқулықта хандық феодалдық сарындағы эпикалық шығармалар, орысқа қарсы мәтіндер келтірілген. Сазайыңды берейін кәуір, аузы түкті кәуір, ендігәрі Қазанға аттап бассаң, қаһарымды төгемін, тынышың кетіп тозарсың, қаныңды төкпей басылман, айдарлыңды тұл етем. 260 беті. 260 беті. Әдеби шығармаларда орыс патшалығы мен орыс халқының ара жігі ажыратып көрсетілмейді. Ұлт азаттық қозғалыс пен хандардың барымта жорықтары бір деңгейде тұрады. Барлық хандар мен батырлар халық үшін, оның бақыты үшін күрескендей жырланады. Едіге мен Амангелді бір қатарға қойылады. Сәбит Мұхановтың 18-19 ғасырлардағы қазақ әдебиеті тарихының очерктері кітабында былай делінген: елдің тәуелсіздігі жолындағы күрес алдымен Едіге, Қобыланды, Ер Тарғын, Қамбар сияқты 18-19 ғасырларда Сырым, Есет, Жанқожа сияқты көптеген батырларды тудырды. Кейіннен ол Амангелді Иманов бастаған халық көтерілісі арқылы ұлы Октябрь революциясына ұласты. Мұханов Жолдас Алтын Орда тарихын ұлықтайды. Шыңғысхан өлгеннен кейін Шығыс пен Орта Азияны
үлкен ұлы билеп Еділ жағасында Алтын Орда мемлекетін құрды. Бұл мемлекет салтанаты тасып 300 жыл тұрды. Оны қозғауға қазақтың Едіге, Қобланды, Шора, Сырым, Мамай, Көз тұрған, Телеағыз батырлары ат салысып даңқы шықты. Қырым, Астрахан, Қазан хандығын жаулап алғаннан кейін Ресей қазақ даласына ауыз сала бастады. Мынадай да факты бар. Мәлік Ғабдуллиннің Майдандағы достарым қолжазбасын Қазақ КП орталық комитетінің үгіт-насихат бөлімінің баспасөз секторының басшысы Колесников Жолдас баспаға кетіп бара жатқан жерінен тоқтатады. Бұл шығарма орыстарға қарсы пиғылда жазылған. Панфилов дивизиясы батальонның жауынгерлік қимылдарын суреттей отырып, автор осы батальон командирі Момышұлы қазақ тәртіп бұзушыларды жауапқа тарту, қорқақтарды жазалау, сатқындарды ату арқылы батальонның жауынгерлік қабілетін шыңдайтынын көрсетеді. Бірақ бұл қорқақ, тәртіп бұзушы, отанын сатушылардың бәрі орыс болып шығады. Ғабдуллиннің қолжазбасында орыс солдатының соғыстағы рөлі әдейі бұрмаланып берілген. Мәскеу түбінде қазақтар ғана ерлікпен шайқасқандай суреттеледі. Колесников Жолдас бұл қолжазбаны баспаға жібермей ұстап қалған кезінде Әбдіхалықов Жолдастың оған тым еркінсімеңіз, қай жерде тұрып, қай жерде жұмыс жасап жүргеніңізді ұмытпаңыз деуі назар аудартады. Өнер мекемелерінің, атап айтқанда қазақ театрларының жұмысында да көптеген қателіктер мен кемшіліктер орын алып жатыр. Олар заманауи тақырыптардан алшақтап, орыстың озық театры мен мәдениетін елемейді. Соғыс жылдарында қазақ театрларының сахналарында совет халқының қаһармандық бейнесін, олардың социалистік отанының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен КСРО халықтарының достығын көрсететін пьесалар қойылмаған. Қазақ театрларының репертуарында орыстың классикалық пьесалары жоқ. Республикалық қазақ драма театры құрылғанына 20 жыл өтсе де, небәрі 4 орыс классикалық пьесасын қойды. Қазақ академиялық опера және балет театры құрылғанына 11 жыл толды. Сөйте тұра қазақ опера тобының орындауында бірде-бір орыс классикалық операсы қойылған емес. Қазақстан КП орталық комитетінің үгіт-насихаты бөлімінің жұмыстарында өрескел қателік жіберген. Биылғы жылдың басында Қазақстан КП орталық комитетінің үгіт-насихат бөлімі ешбір қажеттілік болмаса да партияның өлкелік комитеттері мен уездік комитеттеріне марксизм-ленизм университетінің кешкі оқу бөлімінде және өлкелік партия мектептерінде БКП тарихының бағдарламасын әзірлеп таратқан. Бұл бастаманың атауының өзі бағдарламаның түкке тұрғысыз дүние екенін айып тұр. Өйткені марксизм-ленинизмнің кешкі университеттері мен өлкелік партия мектептері бір деңгейлі мекеме емес. Бұл бағдарлама сауатсыз құрастырылған, ішінде өрескел қателер бар. Неге екені белгісіз. Ресейде марксистік партия құрудағы лениндік искраның рөлі мәселесі БКБ тарихының бірінші тарауында берілген. Негізі бұл мәселе екінші тарауға жатады. Төртінші тарауда Ленин мен Плеханов басқарған большевиктер блогы антипартиялық топтарға қарсы деп жазылған. Прага конференциясындағы большевиктердің минимум бағдарламасының қабылдануы. Бағдарламада қысқаша курстың бүтіндей бөлімдері қамтылмай қалған. Бағдарламаға жаңа тараулар енгізіп жіберген. 9-шы тарау Ленин Сталиннің ұлт мәселесі жөніндегі іліміне арналады. Ондағы ұлы отан соғысындағы қазақ ССР сияқты мәселеде диалектикалық және тарихи материализм қамтылып барлығы 16 тарау болып шықты. Бағдарлама жаңа тараулардың енгізілуіне байланысты қысқаша курстың 8-ші тарауынан кейінгі нөмірленуі бұзылған. Бақылау тобы келгенге дейін республикада Қазақстан КП ОК-ның үгіт-насихат бөлімі дайындаған БКП тарихы жөніндегі бағдарламадағы қателіктерге ешкім назар аудармағаны назар аудартады. Ал біздің мұндайға қалай жол бердіңіздер деген сауалымызға Жолдас Әбдіхалықов мен оны көрген жоқпын деп жауап берді. Қазақ баспасының жұмысында үлкен кемшіліктер анықталды. 1945 жылдың 1 қаңтары мен 1 тамызы аралығындағы 522 атаудағы көлемі 2536 парақ баспа жоспары 14%-ға ғана орындалды. Марксизм, ленинизм,
классиктерінің шығармаларын аудару мен басып шығару жұмыстарының да жағдайы мәз емес. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталиннің жекелеген бір еңбектері осыдан 3-5 жыл бұрын ғана басылған. Онда да латын әліпбиімен 1945 жылдың жоспарына Ленин шығармалар жинағының бірінші томын, Сталиннің ленинизм мәселелері, Сталиннің БКП тарихының қысқаша курсы және Ленин мен Сталиннің өмір баяндарын басып шығару жоспары енгізілген. Алайда жұмыс қарқыны көңіл көншітпейді. Бұлардың биыл жарыққа шығуы күмәнді. Әдеби шығармалардың жоспары да көңіл көншітпейді. Биылғы жылдың 7 айы өтті, бірақ жоспардың 5% ғана орындалған. Орыс әдеби шығармалары қазақ тіліне өте аз аударылады. Кітап палатасының мәліметі бойынша 1937-45 жылдар аралығында небәрі 38 туынды жарыққа шыққан. Белинскийдің аударылған дайын шығармасының 4-5 жыл бойы жарияланбай жатып қалуын мұндағылардың орыс классикалық әдебиетін менсінбейтіндігі мен ғана түсіндіруге болады. Биыл аударуға және басып шығаруға жоспарланған орыс және әлем әдебиеті классиктары шығармаларының саны мүлде жеткіліксіз. Қазақстандық партия ұйымының идеологиялық жұмысындағы атап өтілген қателер мен кемшіліктердің барлығы мынадай бірнеше себеппен түсіндіріледі. Қазақстан КП орталық комитеті мен оның үгіт-насихат бөлімі идеологиялық жұмыстардың маңыздылығын жете бағаламады. Тарих пен әдебиет саласында жіберілген өрескел идеологиялық қателіктерді түбегейлі түзету үшін қажетті шараларды қолданбады. Ғалымдарды, жазушыларды, өнер қайраткерлерін большевиктік оқытуды ұйымдастырмады. Біздің ойымызша Қазақстан КП орталық комитетінің үгіт-насихат жөніндегі хатшысы Жолдас Әбдіхалықов қазақ халқының тарихы мен әдебиетін жарыққа шығаруда жіберілген идеологиялық қателіктерді жоюға және түзетуге құлықсыз, әрі бұл іс оның қолынан келмейді. Әбдіхалықов және Панкратов редакторлығымен жарық көрген Қазақ КСР тарихы кітабы туралы большевик журналындағы рецензияға қатысты Жолдас Әбдіхалықовтың ұстанымы қате. Әбдіхалықов Жолдас Қазақ КСР тарихына жазылған рецензияны республикалық баспасөзде жариялауды барынша кешіктірді. Қазақстан КП орталық комитеті үгіт-насихат бөлімінің баспасөз секторы Жолдас Колесниковтың рецензияны тезірек басып шығару туралы ұсынысына Жолдас Әбдіхалықов неменеге қадалып алдың, сонша маңызды болса көшенің бүкіл қоршауына іліп таста деп жауап берген. Қазақстан КСР тарихына шолу туралы рецензия большевикте жарияланғаннан кейін газетіне барып, яғни 3 айдан кейін ғана социалистік Қазақстан газетіне шықты. Соның өзінде КП орталық комитетінің бірінші хатшысы Борковтың жеке тапсырмасымен жарияланған. Қазақ КСР тарихын құрастырушылардан кеткен қателіктерді түзету жолында партия белсенділері мен зиялы қауымға түсіндірмелі жұмыс жасаудың орнына Әбдіхалықов Жолдас бұл қателіктерді елемей жабулы қазан күйінде қалдырғысы келді. Обкомның үгіт-насихат бөлімі қызметкерлерінің жиналысында КП орталық комитетінің үгіт-насихат секторының меңгерушісі Ленин Жолдас Қазақ СССР тарихында жіберілген қателіктерге сын айтпақ болады. Алайда Әбдіхалықов Жолдас оны тоқтатып сөйлеуге мүмкіндік бермеді. БКП-ның орталық комитетінің үгіт-насихат бөлімі қызметкерлері келгенге дейін Қазақстанның БКП орталық комитетінің бюросы Қазақ КСР тарихының 2 басылымын дайындау туралы қаулы қабылдаған жоқ. Әбдіхалықов Жолдас бұл мәселе бойынша қаулы қабылдауды кешіктіріп қана қойған жоқ, мүлде қабылдатқысы келмеді. Қазақстан КП орталық комитетінің осы тақырыпқа арналған бюросында Әбдіхалықов Жолдас баяндама жасады. Алайда Қазақстан тарихына қатысты жіберілген қателіктерге большевиктік сын айтқан жоқ. Жолдас Әбдіхалықов Қазақстанның Ресейге қосылуының прогрессивті сипатын, тарихшылардың патриархалдық феодалдық қоғамды әсірелеуін және Қазақстанның тарихының ұлы орыс халқы мен басқа да советтік халықтардың тарихынан алыстап бара жатқанын айтпай айналып өтті. Тіпті сондай-ақ БКБ орталық комитетінің үгіт-насихат тобының қызметкерлері Қазақстанда ұзақ уақыт жұмыс істеп, Қазақстанның КП ОК бюросы Қазақстан КСР тарихының 2 басылымын дайындау туралы 1945 жылы 14 тамыз қаулысы шыққаннан кейін де Әбдіхалықов Жолдас тиісті сабақ алған жоқ. Керісінше бұрынғыдай идеологиялық жұмыстардағы олқылықтар мен қателіктерді
бүркемелеуін жалғастыра берді. Әбдіхалықов жолдас бұл қателіктердің айтылмауына, олардың түзетілмеуіне барын салды. Бұған мына бір дерек дәлел: 13 қыркүйекте Қазақстан КП орталық комитеті бюросының шешімімен Қазақ КСР тарихының екінші басылымын дайындау бойынша ғылыми қызметкерлер мен жазушылардың басын қосқан жиналыс өткізіп, ол жерде Әбдіхалықов жолдас баяндама жасады. Келесі күні жұмыс тобының жетекшісі Битиевтің мұны газет беттерінде қалай жариялауды ұйғардыңыз деген сауалына Әбдіхалықов өздері жазсын, редакция қызметкерлері бастары бар адамдар ғой деп жауап берді. Битиевтің Қазақ КСР тарихында жіберілген қателіктерді түзетіп, идеологиялық жұмыстарды жолға қою үшін жиналыс өткізу туралы ұсынысына Әбдіхалықов жолдас: жиналыстың қажеті жоқ, өткізгісі келген адам болса өткізсін, мен бұл тақырыптан жалығып кеттім деп жауап береді. Қазақ партия ұйымындағы идеологиялық жұмыстарды жақсарту үшін Қазақстан КП орталық комитетінің үгіт-насихат жөніндегі хатшысы Әбдіхалықов жолдасты қызметтен босату орынды болар еді. БКП орталық комитетінің Қазақстанның КП ОК-ның екінші хатшысы Шаяхметов жолдас Қазақ КСР тарихының екінші басылымын дайындау жобасын талқылау барысында кейбір мәселелер бойынша қате позиция ұстанғанын хабарлауды қажет деп санаймыз. Ол едігенің қазаққа кең танымал тұлға екенін, балаларға едіге есімінің көп берілетінін, қариялар едігені ауызға алып бата беретінін алға тарта отырып, Шаяхметов бұл жобаға қатысты қаулыдан едігеге қатысты 5 пунктты алып тастауды ұсынды. Бірақ КП орталық комитеті бюросы Шаяхметов жолдастың бұл ұсынысын қабылдаған жоқ. Жұмыс барысында Қазақ партия ұйымындағы идеологиялық жұмыстағы көптеген қателіктердің бары белгілі болды. Оның бәрін бүкіл одақтық коммунистік партия орталық комитеттің араласуынсыз түзету қиын болды. Ол үшін БКП орталық комитеті қазақстандық әріптестерінің Қазақстандағы идеологиялық жұмыстардың жай-күйі туралы есебін тыңдап, тиісті шешім шығаруды жөн болады. Маслин, Поликарпов, Климов, Уржанов, Добрынин, Битиев. Әңгіме 1944 жыл 9 тамыздағы БКП ОК Оргбюросының татар партиясындағы бұқаралық саяси және идеологиялық жұмыстарды жақсарту шаралары туралы және 1945 жыл 27 қаңтардағы Башқұрт партия ұйымындағы үгіт-насихат жұмыстарын жақсарту шаралары туралы шешімі жайында болып отыр. БКП орталық комитеті осы кемшіліктерді түзету шараларын бекітіп берді.